менен салынатын болгон мешит кубанычта әрине мешіттің салынып қуанғаны да болған адам мешітке бөлген адамға адамның механизмі жалпы дейді мына соның бір куәсі болғандай бүгінгі күні көптеп тығыз болып сыймай осы мешіттің салған әуелеп тұрған дүкенде тұрған мешітімізге сыймай жамағат келіп бүгін жұма намазын оқып бақылап жатырмыз. Елдің іргесін Алла тағала аман қылсын. Еліміздегі имандылық ошағы болған, оның ішінде Түркістан қаласындағы мешіттердің ішіндегі 28-ші болған, ал бірақ өзінің мәртебесімен яғни осы қаланың орталық мешітіндегі сол бірінші мешіт дәрежесінде тұрған биік әрі сапалы салынған одағы мешітте жасалған қызметтері қаншама сол мәселелердің бәрін есептегенде ең алда тұрған бір мешітіміз болып тұр. Аллах осы елге құтты мұбарак болсын. Енді бұл мешітінде жұма намазын оқып беру, басқа да діни қызметтерді жасап беру, адамның барлық мұсылманның мәселен уайым қайғысы да қуаныш жетістіктері де шын мұсылман деген адамдардың бәрі де сол жиынменен халық жаңағындай нелермен тұрады. Сондықтан соған байланысты да осы мешітімізде жасалатын халыққа деген қызметтер болады. Ол қызметтерді біз толық қабылдап алып жұмыстар жүргізгеннен кейін осы біздің халқымызға жариялайтын боламыз. Яғни мәселен қаншалықты дастархан жайып мұсылман қауымды күте аламыз, қаншалықты өзіміздің қызметтерімізді жасай аламыз. Тағы басқа сол сияқты болмаса біздің мешітімізде тақарат алу, болмаса тағы басқа дәріс алу, сабақ алу деген сияқты нәрселер қажылыққа баратындарға сабақ беру курсы, тағы басқа сол сияқты әртүрлі қызметтерге арналған орындар бар. Өз уақытында бұл халықтың жасайтын болады. Иншалла елімізге Алла тағала құтты болсын, ел іргесі аман болсын.